Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі тойымды түскі асқа немесе кешкі асқа жасалатын ас мәзірін жасап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап тамашалаңыздар. Каналымды бірінші рет көріп отырсаңыз, тіркеліп, лайк басып, қолдау жасап қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен 1 килограмм картоплымызды тазалап жуып алған соң, жіңішке қылып кесетін боламыз. Арнайы осындай терка болса, болмаса қолымызбен пышақтың көмегімен жіңішке қылып кессек те болады. Картоптың крахмалын бір қабат суға жуып жіберіп дайындап алатын боламыз. Міне осылай барлық терканың көмегімен картоплымыздың жіңішке бірге қылып турап алатын боламыз. Ендігі кезекте бізге керегі сыр керек болады. Сырымызды да осылай теркадан үлкенірек жүзінен тартып, өткізіп, алдын ала дайындап алатын боламыз. Противенге пергамент қағазын төсеп, жаңағы алдын ала дайындап алған сырымызды теңдей 2 бөлікке бөліп, бірінші жарты бөлік сырымызды осылай бірінші салып шығамыз. Екінші қабатына картоплымызды салып шығамыз. Картоплымызды осылай жақын орналастырып, біріне бірін жақсы айқастырып, толықтай сырымыздың бетіне видеода көріп тұрғандарыңыздай салып шығасыздар. Картоптың үстінен қалауларыңыз бойынша тұз бұрыштарыңызды салсаңыздар болады. Картоптың барлығын салып алғаннан кейін осылай сырымыздың екінші бөлігін картоптың үстінен толықтай жауып шығатын боламыз. Осы мезетте пешіміз алдын ала ысып тұру керек. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге картоплымызды 25-30 минутта пісіріп аламыз. Картоплымыз пісіп дайын болғанша біз ортасына салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына бізге керегі фарш. Менде бұл жерде майлы фарш болғандықтан үстіне май құйған жоқпын. Егер де сіздерде майсыз фарш болса, кішкене май құйып қуырсаңыздар болады. Ары қарай фаршымыз қуырылып болғаннан кейін ұсақтап туралған пиязымызды салып, пиязымызды да фаршпен бірге қуыратын боламыз. Пиязымыз жұмсақ болып қанша фаршымызды қуыратын боламыз. Фаршымызға дәміне қарай тұзын, бұрышын, басқа да ұнататын дәмдеуіштеріңізді салып, демдесеңіздер болады. Фаршымызға дәміне қарай тұз, бұрышын салуды ұмытпаңыздар. Ары қарай міне фаршымыз қуырылып дайын. Енді толықтай еті пісу үшін үстіне 100 мл су құйып, жақсылап араластырып, бетін жауып, бұқтыруға қойып қоямыз. Міне біздің сырный картофеліміз де дайын. Енді осыны 10 минуттай суытуға қойып қоямыз. 10 минут өткеннен суығаннан кейін ары қарай ортасына начинкасын салатын боламыз. Фаршымызды да біраз суытуымыз керек. Кішкене суығаннан кейін ортасына салып, рулетімізді орайтын боламыз. Құрметті көрермен, менің каналымда басқа да түрлі рецепттерменен таныса аласыздар. Егер де ұнап жатса, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, лайктарыңызды басып, жақсы пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызды сұраймын.
Міне құрметті көрермен, рулетіміз біраз кішкене салқындағаннан кейін өткір пышағымызбенен осылай кесіп, әдемі тарелкаларымызге салып, қасына қалаған салаттарыңыздан жасап салсаңыздар болады. Немесе мен сияқты капуста салаттан да жасап ұсынсаңыздар болады. Әрі қасына свежий помидор қиярмен де өте жақсы үлесіп кететін болады. Бүгінше осы, сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі жаңа видеомда кездескенше сау саламатта болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.